Сәлеметсіңдер ме оқушылар? 3-ші сынып 32-ші сабақ формулалар. Алтыншы есепте негізінен түсіндіретін болсам, негізінен бұл жерде беріліп тұрғандай ш әрпімен берілген бұл бір бұйымға кеткен материал шығыны және де оның формуласы негізінен жалпы шығынның бұйымның санына бөлінісін білдіреді. Ал ж және ш әрпімен белгіленгендер бұл жалпы бұйымға кеткен материалдар шығыны болып табылады. Бұл негізінен бір бұйымға кеткен материал шығыны мен бұйым санының көбейтіндісіне тең. Ал с әрпімен берілген бұл негізінен бұйымның саны болып табылады. Ол негізінен жалпы шығынның, яғни жалпы бұйымға кеткен шығынның бір бұйымға кеткен шығынға бөлінісін білдіреді. Яғни бұл жерде суретпен де көрсетіліп қойған негізінен бірінші тұрған бұл негізінен біздің жалпы шығынымыз болып табылса, яғни мата. Ал бізде екінші тұрған бұл үш киім тұр. Яғни бұлардың үшеуі көрсетілу себебі бұл бұйымның саны болып табылса, ал негізінен осы киім бұл бір бұйымға кеткен материал шығыны болып табылады екен.